Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ халқы. Қалдарыңыз қалай? Қыс басталғалы бері көлікте осындай мәселе басталды. Проблема дейді ғой, орысша айтқанда. Мына дөңгелектің астындағы стойка дейді ғой. Соның осы стойканың маңайында бір тарсылып пайда болды. Егер басқа да кобальттың иелері болатын болса, комментке жазып жіберіңіздерші кәне. Не істеуге болады, не қолдануға болады. Өйткені бұл ауру дейді, бүкіл кобальтта бар екен. Көп кобальттың осылай стойкасымен проблема болып жатыр екен. Соған орай осы мәселені шешіп көргенде. Бір рет мен ауыстырдым стойкасын, мына жаңа тарсылдап атқасын. Бірақ нәтиже жоқ, сол қалпы қайтадан тарсылдады. Енді не істеуге болады деген сұрақ. Комментке жазып жіберіңіздерші кәне. Жауабын білетін болсаңыздар.